10 миллионға келет, 70% пайда табатын болса, үстінен де мысалы 18 миллионға сатады. Реально ма? Ассалаумағалейкум. Не үшін керек? Қанша керек, не үшін керек? Маған 10 миллион теңге керек. Мәшсі. Это еще бұл аз. Не үшін керек? Маған шетелден, Германиядан оборудованиялар алдыртуға 10 миллион теңгеден бастауға қаражат қажет. Оны бір жылдың ішінде мен оны өзім жетем бұл суммаға, Құдай қаласа. Қандай медоборудование? Нақты? Нақты инфузионный насос. Анау насос хал үстінде жатқан адамдарға кислородный насоспен беріп отырады ғой? Так. Сондай насос. Араларыңызда медик бар ма? Қарындас, не туралы айтып отырған түсінесіз ба? Сол оборудованияның характеристикасын, шығатын заводын, сертификатын, және оның сипаттамасында мощность, там, сол жайлы айтып берші маған. Бұл насостар Бибраун деген компаниянікі. Ол Қазақстанда бұл үш-ақ компания, сол компаниямен заказ беріп алдырталады. Ал басқа компаниялар, в основном тағы бір ары кетсе Алматыда 7-8 компания оны розничный сатады, еще жаңағы больницалар қамтамасыз. Сен халықаралық сауда жасап көрдің бе? Паспорт сделки деген нәрсені білесің бе? Жасап көрдің бе? Таможнямен жұмыс істеп көрдің бе? Уақыт кетірмей қояйық. Мен 94 жылдан бері саудамен де, өндіріспен де, қызметпен де айналысып жатырмын да. Бұл былай нәрсе. Мен 30 жыл операция жасап жүрмін да. Или 30 жыл үй салып жүрмін, 30 жыл бойы үй салып жүрмін да. Сен жасың нешеде? 21 жастағы кеше институт бітірген бала келеді да. Мен үй салып жатсам, аға тұра тұр, ананы что-то сен арматураны дұрыс салмай жатырсың. Мына арматураны былай салсаң десе, не дейді ана құрылыс оған? Атаңа нәлет, аяқтың астына оратылмай былай жүр деп айтады ғой да. Солай емес пе? Қарындас, сіз медик жаңа барудан біліп отырсыз ба? Сендер соғырш ақымақсыңдар ма? Неге бір бала оны мысалы 7 миллионға или 8 миллионға келіп үстіне баға қосасың? Солай баға қосасың ғой үстіне? Жоқ, енді сіздің айтып отырған үлкен нәрсе, бірақ бұл жерде қалатын пайданың өзі үлкен маржа болып тұр ғой. Қанша пайда табасың үстінен? Үстінен 70%, 60% как минимум маржа болады. Мен бәрін есептеп зерттедім уже. 10 миллионға келет, 70% пайда табатын болса, үстінен де мысалы 18 миллионға сатады. Реально ма? Қандай? Айтшы. Міне кәсіппен айналысып жүрген мақсат. Айтшы. Мен медоборудование саттым. Арзан Қытайдан мысалға $5,000 алуға болады. Бізде ол $20,000 үстіне түседі. Былай қарасаңыз, пайдасы 4-5 есе көп, сонда өте көп үлкен сияқты болады. Бірақ жаңағы медоборудованиенің өзінің лицензиясы бөлек болады. Таможня пошлинасы бөлек болады. Сосын сертификациялауы болады. Мақсат, давай екеуміз былай кепілдік қояйық да. Егер атың кім? Бегарс. Осы жерде мына пленкаға жазылып қалсын, тарихи болып да. Бегарс сол ақшаны тауып, инвестор тауып, бизнес жасап кететін болса, мен 1 миллион теңге, мақсат 1 миллион теңге конға қоямыз. Істеп кетсе, берем. Істей алмаса, Бегарс бізге 500 мың теңге әрқайсымызға бересің. Қол қалса саласың ба? 2 миллионға 500 мың теңге. Қолдайсыздар ма? Нереально ғой? С нуля бастау нереально. Нереально. Даже 10 миллион теңге қоя аламын. 100 миллион теңге қоя аламын. Нереально мен. Тіп саусағын кесіп бересе, саусағын кесіп бере аламын. Енді 30 жыл босқа бизнес айналысып жүрген жоқ. Сондықтан мен айтайын, неге бұларды шығарып отырмын? 80-90% кәсіп жасайып жүрген мен жастармен сөйлесіп жүрмін. Ол неге кәсіп бастамай жүр? Просто көздегі шел ойлайды, бұған маған ақша керек. Ақша қажет емес. Егер де сен медицинский оборудованиемен айналысқың келсе, соның сен ең бірінші эксперті болуың керек. Сен медицинский оборудование сатып, кішкентайдан термометрдан тағы бір оборудование сатып, сонымен байланысып, оны қалай растаможка жасайды, оның сертификатын қалай алады, қалай договор болады, тендерге қалай қатынасасың. Ол аспандағы қазды қуып жүрген адам. Келісесіздер ме? Бір жағынан бар ғой. Қазіргі жастарда тұра тұр қазір. Сенде мәдениет те жоқ бар ғой. Сен шығып алдың, бәленбай адам сені тосып отыр. Мен айтамын, 90%, 99% шықсаңдар да 90%, 99%-ларыңызға мен дәлелдеп беремін. Өйткені менің тәжірибемнен, менің араласып жүрген кәсіпкерлердің тәжірибесінен жүздеген, мыңдаған кітаптар оқыдым. Ешбір кәсіпкер жаңағы сияқты 10 миллион теңгеден ол жаңағы баланың 150-ге қарап штанг көтерем дегенмен бірдей. 7 жастағы бала штангқа келіп отыр да, бұдырып көтеріп кетем деп. Бұл да ойлайды, бұдырып көтеріп кетем деп. Мүмкін емес, қияли. Один шанс 100 миллион отыра ғой. Бұндай адамдар бар ғой, мен айтам, олар қарғысқа ұшыраған. Қандай қарғысқа ұшыраған? Өзің білме, білгеннің тілін алма деген. Бисмиллахиррахманиррахим. Алас, қалас, пәледен алас. Осы қарғыстан сені аластадым, енді білетін адамның сөзін тыңдайтын бол. Жақсы ма? Солай. Айтпесе өмір бойы адасып жүресің. Бұны неге жаман қарғыс дейді? Ең жаман қарғыс өзің білме, білгеннің тілін алма деген.